Баламды ойнататын жерге әкелмегелі 2 ай өтіп кетіпті ғой. Сөйтіп бүгін Спутник молдың ішінде орналасқан Наследники ойын-сауық орталығына алып келдім. Балаларға арнайы носки, ата-анасына осындай тәпішке беріледі. Аяқ киімдеріңізді және де басқа заттарыңызды осындай шкафчикке салып қоюға болады екен, және оның кілті сізге беріледі. Ешқандай қорқып уайымдаудың қажеті жоқ. Осы жерге кіру бағаларын осы прайстан көре аласыздар. Бұл жер балаларға ең қауіпсіз және ашылар алдында күн сайын ылғалды тазалаудан өтеді және әр сейсенбі сайын жалпы тазалық жүргізіледі. Сонымен қатар осы сенбі және жексенбі күндері Наследникидің 2 филиалында да барлық қонақтарға арналған цирк өтеді. Бұл жерде ең күштісі туған күн иелері тегін кіре алады. Тек баланың тууы туралы куәлігін көрсетсеңіз болғаны. Өздеріңіз көріп тұрғандай батуттың бұл жерде 2 түрі бар. Одан бөлек горканың да бірнеше түрлері бар. Баламен келген ата-аналар үшін де осындай отыратын дивандар қарастырылған. Дәл осы әдемі жерде балаңызды дамытуға арналған әртүрлі заттар бар. Одан бөлек тамақтануға арналған осындай үлкен мейрамханасы да бар. Тыныш жерде банкет өткізгім келеді дейтін болсаңыздар, 12 адамға арналған осындай әдемі 2 кабинкасы бар. Айтпақшы, біз пиццаға заказ бердік, дәмі енді өте керемет. Баламды қауіпсіз ойнайтын жерге апарғым келеді дейтін болсаңыздар, адресін төменге белгілеп қойдым. Осы жерде балам 3 сағат ойнаса да ойынға тоймай, үйге баламды әзер алып қайттым ғой.